Иә, қазір өздеріңіз байқап отырғандай, шахмат ойынын бірге үйреніп, бірге ойнайтын боламыз. Яғни мен бүгін аппақ киімім ақ түсті болғандықтан, мына ферзь, ол өзінің ақ түсінде тұру керек. Солай емес пе? Мен осы ақ түсті таңдаймын. Соның ішіне кіріп тұрайын. Иә, шахмат ғылыми ақыл ой және халық шығармашылығы негізінде пайда болған ең танымды да қызықты спорт ойыны. Шахмат ойынын тақта үстіндегі соғыс деуге болады. Ал сіз балаңызды шахматқа бердіңіз бе? Біз маманға дәл қазір барлық сұрақтарымызды қоя аламыз. Азамат Кетжан шахмат оқытушысы және де Ерасыл жақын оқушы Алихан Ғалымбек келіп отыр екен. Келіңіздер, жігіттер. Сәлеметсіздер ме? Алихан, Ерасыл. Азамат, қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Тамаша, жақсы. Тамаша ма? Алихан, Ерасыл, шахматқа неше жыл болды барып жүргендеріңізге? Мен 2 жыл шахмат ойнаймын. Сен 2 жыл ойнайсың, сен ше? Мен 3 жыл. 3 жыл. Ойнайма, қызық па ойын? Несімен қызық, Алихан? Шахмат ойыны математикаға көмектеседі. Және де? Және де шахмат ойыны логикасын дамытады, иә? Иә. Ой, тамашас жауап. Азамат мырза, енді әрине шахмат ойыны көп адамдар біреу білсе, біреу білмей жатады. Оның өзі бір жатқан бір жағадай айтып отыр ғой Алихан, математика дейді, логиканы жағадай қосу керек, ой өрісті жағадай дамытуға негізі. Тағы да қандай пайдасы бар? Біз тікелей эфирдеміз, 55-37-76 байланыс нөміріміз. Қазір сұрақтарыңыз туындаса, Азамат мырзаға, және де міне бізге қонаққа келген 2 жыл бой ойнап келе жатқан Алихан мен Ерасылға сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Өзіңіз айтып өтсеңіз, Азамат. Өтетін болсам, шахмат ойыны кез келген адам түсіне алмайды, ол өте ауыр ойын, бірақ өте ең қажет, адам миын дамытатын ойындардың бірі деп санаймын. Ең жақсы ойын. Шахмат ойында ең біріншіден логиканы дамытады. Мысалы, өмірде алып қарайтын болсақ, адам кез келген нәрсені миымен жасайды, дұрыс па? Ойланады, логика. Жаңағыдай ойланып, басқан қадамның өзін ойланып істеу керек. Шахмат ойын сол адам логикасын дамытады. Және де шахмат ойнап жүрген бала, теория жүзінен дәлелденген, ол математика жағынан жақсы болады. Математикадан өте жақсы болады ол балдар. Және де ойлау қабілетін дамытады. Атақты адамдардың өзі барлығы десем де болады, шахмат ойнай алады деп. Неше жастан балаларды шахматқа беруге болады? Шахматта негізінен... Әлде жас талғамай ма? Жоқ, шахматты 5 жасынан берсе деп ойлаймыз. Негізі баланы кішкентай кезден шахматқа үйрете беруге болады. Мысалы, шахмат жайлы мультфильмдер көрсетіп, шахмат жайлы мысалы үйінде ойнап отырса, ол балада қызығады. Кез келген нәрсені үйіндегілер істеп отырса, ол қызығып, сөйтіп үйреніп кетеді. Басында сөйтіп үйретіп алады баланы. Мультфильмдер көрсетіп, не істеп. Одан кейін уже дайындай береді баланы әрі қарай. Мысалы, бір 4 жастан бастап па, 5 жастан бастап па, қай уақыттан бастап? 4 жастан кете, 5-ге жақындағанда уже баланы беруге болады. Ерасыл, сен өзің неше жастан бастап бардың? Мен 6 жастан. 6 жастан бардың. Сен ше, Алихан? Мен 5 жасынан. 5 жасынан бастап бардың, иә? Қасыңдағы достарың шахмат ойнай ма, әлде тек мектепте сабақта сендер өздерің ғана шахмат білесіздер ме? Мен өзім. Үйдегі туысқандарың, ағаларың, бауырларың болмаса? Кім ойнайды үйде? Ағам, әкем. Ерасыл, сенде ағаларың ойнай ма? Үйде кіммен ойнайсың? Әлде тек мұғаліммен бірге ойнайсың ба? Жоқ, мен әкеммен ойнаймын. Сосын менде туысқандарым бар. Солар да ойнайды, шахматты? Тамаша. Енді қазір, яғни үйде ағалары, әкелерді білген жақсы ғой. Баланың дамуына да жақсы көмектеседі. Ал бізде бір көрерменіміз сұрақ қойып жатыр WhatsApp-тан. Бала қанша уақытта шахматты меңгеріп алады? Баланың өзінің ойлау қабілетіне байланысты. Егер тума дарындар болады, мысалы, алғыр балдар болады. Олар келгеннен, мысалы, 5 жаста келген балдар бар. Бір айдың ішінде, бір ай болмайды, шахматтың жүруінің өзін 1-2 сабақта үйреніп алады. Ал одан кейін ол баланы әрі қарай жетелектеу арқылы 1-2 айдың ішінде ол
толықтай меңгеріп біліп шығады шахмат жайлы. Ал егерде ересек адамдар енді шахматты үйренем деп жүрген жандар болса, қиын деп ойлайсыз ба әлде? Кішкентай баламен салыстырғанда үлкен адамға оңайырақ келеді, өйткені ол өмірде біледі ғой. Иә. Ойлау қабілеті тез дамыған дейсіз ғой. Иә, әлде қайда дамыған балалармен салыстыратын болсақ, тез алып кете алады, бірақ оны әрі қарай алып кету керек. Білем деп тастап кетпеу керек. Мысалы, балаларда тастап кетпейді, оны әрі қарай жетеліктей береміз. Ал енді кірсеміз ба, қазір ойнаймыз ба? Шахматты бастаймыз ба? Бастаймыз. Жақсы. Қалай бастаймыз? Неден бастаймыз? Шахматты бастау үшін шахмат доскасын алып келдім ең алдымен. Иә. Қазір ойнау әдісімен үйренетін боласыздар. Қалай екен, қазір Азамат өзі айтып өтетін болады. Және де бізге көмектесетін Ерасыл мен Алихан келіп отыр. Бұл шахмат доскасы деп аталады. Мұнда шахмат тақтасы. Мұнда 64 тор, 32 ақ түсті тор, 32 қара түсті тор болып табылады. Бұл шахмат тақтасында 32 ақ тор, 32 қара тор. Жалпы 64 тор болып саналады. Және де әрқашан тақтаның шеті сол жағы қара, оң жағы ақ болу керек. Айналып кетпеу керек деңіз. Енді айтатын болсақ, шахмат тақтасында әріптер бар. Сандар. Және сандар бар. Бұл нені білдіреді? Бұл жалпы біз сабақ түсіндіруімізді айтып кететін болсам, біз баланы былай түсіндіреміз ең басында келген кезде. А, Б, A, B мысалға. Мысалы, A көшесі, сандарды айтатын болсақ, бірінші үй. Иә. Пешка деп атады бұл фигура. A көшесінде екінші үйде тұрады. Сөйт баланы қызықтырамыз, жалпы айтқан кезде. Енді жалпы фигураларды айтып кететін болсақ, бұл пешка деп атады. Балардың барлығы 8 пешка. 8 пешка. Иә. Және де қара 8 пешка, ақ 8 пешка. Және ойынның басында ойынды әрқашан ақ түсті фигуралар бастайды. Неге? Өйткені ол сондай өзінің тәртібі, иә? Түсінікті. Айтатын болсақ, және ақ түсті фигуралар ол бірінші, екінші санның қатарының бойында тұрады. Ал қаралар сәйкесінше 7 мен 8-дің бойында. Енді пешканы айтатын болсақ, мысалы 8 пешка, ол кез келген пешка, ол егер орнынан қозғалмаса, ол бір жүрген кезде 2 қадам алдыға жүре алады. Бір жүрген кезде. Ал қара пешка? Немесе бір пешка жүрсе де болады, бір тор жүрсе де болады. Жалпы пешканы жүретін айтатын болсақ, пешка ол бір қадамнан ғана жүреді. Бір торға ғана жүреді. Және ол жеген кезде, жалпы мына екеуінің қайсысын жейді десек, көбісі қателеседі, ол мынаны жейді деп. Жоқ, дұрыс емес. Пешка ол жанға қарай және алдыға қарай жейді. Бүйтіп алып тастауға болады. Яғни, былай келе жатып, алға келіп, жаңа қара пешканы былай жеп қоя алады. Ол алдындағын жей алмайды фигураны. Ол алдыға тірек қалды, әрі қарай жүре алмайды. Осы математика жағынан келтіріп көріңізші, оны қалай келтіруге болады? Математика, логикаға келіп соғатын болсақ. Логикаға келіп соғатын болсақ, мысалға, жалпы логика жағынан қарайсын болсақ, мысалы, 2 пешка келді, ол шашқа дегде емес, секіріп кетпейді. Иә. Мына жерге келеді да, тіреліп қалады ол. Ол айналып өту керек деген мағынада ғой. Иә. Айналып, алдыға қарай кете беру керек. Және пешканың өзінің бір қасиеті бар. Ақ пешка, егер 8-ші торға келсе, жетсе, бір тордан жүру алға. Ол мына тұрған фигуралардың корольден басқа кез келгеніне айналып кете алады. Қараларда солай. Келе жатады да ойын барысында мына бірінші торға келетін болса, сәйкесінше олда корольден басқа барлық фигураларға айналып кете алады. Пешка барлығына айналып кете алады. Ладья, ат, пілге, ферзға, жалпы бірақ көбінесе айтатын болсақ, бұл пешкаларды біз ферзге айналдыртамыз. Және келесі фигурамыз, бұл ладья деп аталады. Ладья. Ладья қалай жүреді? Ладья дегеніміз, ол алға, артқа, оңға және солға. Және қалаған торына жүре алады. Кез келген торға. Қиғаш болсын, тіке болсын, ладья. Алдыға, артқа, солға, оңға. Және кез келген торға жүре алады. Мысалға, мына жерге бір қадам жүрсе де болады, бір тор. 2 тор жүрсе де болады, 3 тор жүрсе де болады, өзі біледі. Ана жағынан бір шықса да болады. Қараларда сәйкесінше солай. Және ладья жеген кезінде ол, мысалға, фигуралар тұр ғой. Сол фигураның үстіне барып тұрады да,
соны алып тастай қояды. Сол жағына жүретін болса, мынаны жейді да, соны алып тастай қояды. Ладья. Ладья деп аталады, бұл фигура. Қандай керемет, қызықты тақырып болуда, шын мәнісінде үзгін келмей, рахаттан тыңдап тұруға болады. Егер де қазір ардақты ағайын, біз тікелей эфирдеміз, 55-37-76 байланыс нөміріміз. Осы жайында сұрақтарыңыз болып жатса, хабарлассаңыздар бар. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз. Қайырлы күн, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз. Я? Қайырлы күн. Мен осы шахмат үйірмесіне қандай жастан және осы шахмат үйірмелері тегін ба деген сұрақ қойын дедім. Жақсы, түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Жақсы, бұл сұрақ түсіндім. Енді айтатын болсақ, шахмат үйірмесіне негізі 5 жастан деп айтып кеткен болатын. 5 жастан бастап қатыса беруге болады. Әрі қарай қартайған шағыңа дейін, жалпы 5 жастан бастайсыз. Үйреніп алғанға дейін. Ал тегін ба десеңіз, жалпы мектептерде тегін. Мектептер өзінің оқушыларын дайындауға құқылы, тегін дайындау керек. Жалпы айтатын болсақ, орташа бағасын айтып кететін болсақ, 15 мыңнан басталады. Бір айға? 15 мың теңге бір айға. Аптасына неше рет барады? Аптасына 2 рет, 3 рет, ол мұғалімге байланысты, 2 сағаттан берсе болады. Бірден отырып, 3 сағаттан үйретсе де болады. Яғни қазіргі кезде азамат, Ерасыл Алихан, сіздер білесіздер ме? Компьютермен шахмат ойнай алады. Және де ол тек Қазақстан емес, әр мемлекеттегі адамдармен шахмат ойнауға мүмкіндіктер бар. Сіздер ойнайсыздар ма соны? Компьютер арқылы? Көбінесе қай мемлекетпен ойнайсыздар? Франция, Англия, Америка, Бразилия, Қытай. Қай елмен ойнайсыздар? Әр әлемнің әр түпкір-түпкірінен, әр елден ұл балалар болсын, қыз балалар болсын, жаңағыдай жас талғамайды, ойындарына байланысты жаңағыдай мықты-мықты орындарды көрсетіп, компьютер арқылы ойнауға болады. Ол жайында не айтасыз? Компьютер арқылында да дұрыс, онлайн ойын болады. Жалпы ойнай беруге болады кез келген ел, мысалы, Ресеймен, қала мемлекетімен ойнай береді. Сіздер балаларға сондай мүмкіндік бересіздер ме, әлде бұл болмай ма? Болады, ол кез келген интернетте бар ғой. Интернетте ойнайсыздар ма? Кімдермен ойнайсыздар көбінесе? Ерасыл, сен кіммен ойнайсың? Мен ойнаймын. Ау? Алихан, сен кіммен ойнайсың? Өзіңнің достарыңмен ойнайсың ба? Әлде көбінесе қандай мемлекет қосылады? Біз Ерасылмен көбінесе ойнаймыз. Екеуіңіз бірге ойнайсыздар, онлайн арқылы, Қызықты ма онлайн арқылы? Әлде бұлай ойнаған жақсы ма? Біз көбінесе бұлай ойнаймыз. Осылай ойнайсыздар, мұғаліммен және де өздерінің достарымен. Жақсы. Ендеше қазір біз жарнаманы уақыт таяп қалған сияқты, тақырыбымыз қызық болып жатқан соншалық, біз әрі қарай жалғастырамыз. Арна қосулы болсын, бізде аздаған жарнама. Бүгінгі ойын ерекше, өйткені бұл финалдық ойын. Болашақ қауымдастығы мен Дарын Республикалық ғылыми практикалық орталығының тәлімгерлері білгірлер бәйгесінде бақ сынаспақ. Дарын командасында есеп 70-70 болып теңесті. Бүгін білгірлер бәйгесін көріңіздер. Демалыста біз қайда барамыз? Жөтел басылмаса, доктор Мом шарбатын ішіп көріңіз. Доктор Мом шарбаты құрамындағы өсімдік компоненттерінің арқасында қабынуды басуға, қақырықты түсіруге және жөтелді басуға көмектеседі. Доктор Мом болғаны қандай жақсы? Доктор Мом көмектеседі. Тердің жағымсыз иісінің себебі бактериялар. Сондықтан да біз жаңа Рексона бактерияға қарсы қорғанысты әзірледік. Оның бірегей формуласы теріні тітіркендірмей, бактерияларды жояды да, жағымсыз иістің пайда болуының алдын алады. Енді қандай іс-әрекет жасасаң да, жағымсыз иіске алаңдамай-ақ қойсаң болады. Жаңа бактерияға қарсы Рексона жағымсыз иістің себебі болып табылатын бактериядан 10 есе жақсы қорғайды. Сондай-ақ ерлерге арналған жаңа өнім Рексона әрқашан сенімді қорғаныс.
Жаңа Пиала Голдтың дәмін татыңыз. Ерекше қою, шайдың қанық дәмін бағалайтындар үшін арнайы шығарылған. Ал Пиала Голд кешкі жеңіл, табиғи хош иісмен серіктеді. Пиала Голд шайы, еліктірер сұлулық. Мен үшін бастысы бұл тұрақты түс және шаш қамқорлығы. Европадағы нөмір 1 шашқа арналған бояудан жаңалық. Палет тамаша түс үшін енді күтім беретін маскамен. Менің таңдауым Палет ұсынған қанық түс. Бұрын соңды болмаған күтіммен. 30 ренг. Палет тұрақты крем бояуынан жаңалық. Шварцкопф, кәсіби мамандар тәжірибесі. Сіздің шашыңыз үшін. Құрметті көрермендер, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы біз өздеріңізбен дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1 мен 2-нің аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгін біз Азамат Мырза және де Ерасыл мен Алихан есімді бізде балалар келіп отыр. Шахмат ойындарын қазір бірге үйренетін боламыз. Оның ойнау тәсілдерін жағадай кезекті жағадай қай жастан беруге болады, қанша уақытта үйренуге болады, сол жайында тақырыпты қозғап жатқан жайымыз бар. Хабарлассаңыздар болады, және де біздің әлеуметтік желі тек сіздер үшін жұмыс жасауда. Азамат Мырза, енді біздің балаларға келетін болсақ, осы Алихан мен Ерасыл, тағы басқа оқушылар жарыстарға барып тұра ма, әлде тек қана көбінесе осы елдің ішінде ғана ойнай бере ма? Жоқ, айта кететін болсақ, балалар жарыстарға барып тұрады. Мысалға бұл екеуі, Алихан мен Ерасыл, жақында ғана 18-ші қазан мен 30-ші қазан аралығында Грузияда Батуми қаласына әлемдік жарысқа барып келді, қатысып келді. Нешінші орын алды? Әлде орын берілмейді ме ол жақта? Орын беріледі. Ол жақтан 8 мен 9 жас аралығында Айша Закирова дейтін қыз алған болатын, Алматы қаласынан, бірінші орынды. Өзіміздің Қазақстандық. Қазақстандық. Бұл балаларға да бірнеше жетістік деп ойлаймын, мұндай жерге барып дәреже болып саналады. Оның қатысқанның өзі бірталай. Бұл жерде бүкіл әлемнен ойыншылар қатысты. Мысалы айтсын, Америка, Құрама Штаты, Ресей және біздегі енді қазіргі жоғары деңгейдегі жансая ғой, жаңағыдай Абдымалик, оның өзінің бір қыр-сыры неде деп ойлайсыз? Қыр-сырын айтатын болсақ, баланың негізі алғырлығында, алып кетуінде, ынталығында, оның ойнауға деген қабілеттілігі ішінде бір құмарлылығы болу керек қой. Ол әлде талант, ол туа біткен талант деп ойлайсыз ба? Әлде ол жаңағыдай үйреткен оқытушысына байланысты деп ойлайсыз ба? Бәріне де байланысты. Қаннан келетін дүние ме? Әлде ол еңбекпен келетін дүние ме? Қалай? Бәріне де байланысты. Ұстазына да байланысты, қалай үйретеді. Және де ол балаға да байланысты жаңағыдай. Мен ойлаймын, қанынан да болады деп. Өйткені әкесі, анасы, шахмат ойнаса, үйінде ойнап үйретіп жүрсе балаға. Бала да қызығады. Түсінікті. Жақсы, ары қарай жалғастырамыз ба? Мүмкін балалар ойнайтын шығар. Айта кететін болсақ, шахматтың қыр-сырларын бір оңай ұтуға бір жолы бар. Ол детский мат деп аталады. Оны жалпы екеу көрсетіп кете қойсын. Алихан, сен қаралармен, Ерасыл, сен ақтармен көрсете ойнайсың. Детский мат. Ең бірінші пешка. Пешка айтып кеткенде, ол екі тор алдыға жүре алады. Мына Е көшесіндегі екінші үйдегі пешканы мына Е көшесіндегі төртінші үйге апарып қоямыз. Шах, мат жасаймыз ба? Және де қарама-қарсы ойыншыда, егер білмейді деп есептейтін болсақ, ол да былай жүреді. Негізі шахматта дебют деп аталады ойынның басы. Ойынның ортасы миттелшпел, ойынның соңы эншпел деп аталады. Көптеген ойыншылар дебют кезінде екі пешканы алдыға шығарып, екі ат, одан кейін. Және де келесі Ерасыл, одан кейін қалай. Бұл слон деп піл деп аталады. Піл ол екі піл болады әр ойыншыда. Біреуі қара торда, біреуі ақ торда. Пілдер өзінің түсінің бойымен ғана жүреді. Ақ тормен ғана жүреді. Мына ақ піл ақ торда тұр ғой, ақ тордың ғана бойымен жүреді. Ал қара піл сәйкесінше, егер қара торда тұратын болса, қара тордың ғана бойымен. Мынау қара піл. Мынау қара піл тек қана қара тор арқылы жүреді, Жоқ, бұл қара піл ақ торда тұр.
Сондықтан да бұл ақтардың бөлімімен жүреді. Мына қара піл, бұл қара торда тұр. Түсінікті. Жақсы. Келесі бірінші қадамымыз пешкін жүреміз, екінші пілді шығарамыз, үшінші ойыншы қарама-қарсы қарсылас білмейді деп ойлап тұрық қой. Жаңадан бастаған болса. Бұл ферзь деп аталады. Ферзь. Бұл ферзь, мысалы айтып кететін болсақ, бұл кез келген бағытта жүреді. Мысалға, оңға, солға, алдыға, артқа және қара түстің бойында болса, жаңағы піл сияқты қара түстердің бойымен, ақ түстің бойында тұрса, ақ түстердің бойымен жүре алады. Енді дұрыс қадам жасап тұр, мына жерге әкеліп қоямыз ферзьді. Не, бұл шах және мат болды. Мысалы, бұл жағдайды қарайтын болсақ, ферзь корольді шабуыл жасап тұр, шах қойып тұр, және мына жерге жүре алмайды. Король burada ферзь жей алмайды, өйткені мына жерде піл бұл ферзьді қорғап тұр. Жақсы, керемет. Бұл ең тез отырудың шахматта жолдарының бірі болып саналады. Және де ондай тағы да басқа көп болып саналады. Мына жерге алып қояқ, Ерасыл? Или қай жаққа қоямыз, мына жерге алып қоямыз ба? Негізі шахмат ойыны тұңғыш рет 5-ші ғасырда Үндістанда шыққан. Тұңғыш аты Чатуранга екен. Шығыста ел билеуші патшаны шах десе, мат деген сөз өлді дегенді білдіреді. Шахмат тақтасы ақ және қараға боялған бірдей 64 шақпаққа бөлінеді. Ойынның мәні де осы шақпақтарда. Өзіңіз айтып өткендей, енді біздің көрермендеріміз біраз сұрақтарын қойып жатыр. Өткен тақырыбымыз қызық болуда. Айтып өтті ғой жаңағыдай, мектептерде арнайы өздерінің бір курстары өтіп жатады. Арнайы тегін курстарға барады. Ал егерде тағы да бір баланың ой өрісін жетілдірем, тағы да осындай курстарға берем десеңіздер, айына 15 мың, аптасына 2-3 рет баруға мүмкіндігі бар. Және де мүмкіндігі шектеулі, өзіңіз айтып өтсеңіз. Біз мектеп, ход конем дейтін мектептен алтынан шығып тұрған болатынбыз. Сол жерде жеңілдіктер бар. Мысалы, жағдайы жетпейтіндерге, ата-анасының біреуі жоқ болатын болса, ондай кісілерге тегін. Және де кейбір жағдайда бірнеше жағдай жеңілдіктер берілді. Көп балалы отбасыларға, мысалы, жеңілдіктер не болмаса, жеңілдік дегеніміз тегін бала қатыса алады. Міндетті түрде хабарласыңыздар, қызық болып жатса, және де біздің Инстаграм парақшамыздан азаматтың осы мектептің барлық мекен-жайы көрсетілетін болады, уайымдамаңыздар. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз? Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіз? Тыңдап тұрмыз сізді? Біз 7 жыл болды шахматпен айналысқанымызға. Алло. Солмен не болды? Содан кейін біз аймақтыққа ғана өтеміз, республикалыққа өтпейміз. Біздің мектеп ондайға жібермейтін еді, соған қандай байқауларға барсақ болады, сол жайлы сұрайын деп едім. Қай жерден хабарласып тұрсыз? Алдымен соны біліп алайық. Кешіріңіз, біз бірге таңдаймыз бағдарламасына. Жоқ, қай қаладан хабарласып тұрсыз? Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Жақсы, сіз 7 жыл болды қатысып жүргенсіз. Мұғалімдеріңіз жібермеді ма ешқандай неге? Жарыстарға? Жоқ, аймақтық жарыстарға ғана барамыз да, республикалыққа өте алмаймыз. Жиі бірінші орындар аламыз, бірақ өте алмаймыз да. Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Азамат, неліктен деп ойлайсыз? Неліктен деп ойлайтын болсақ, біріншіден айтып кететін болсақ, балаға әлі дайындық керек болып тұрған болу керек деп ойлаймын. Әлде біраз дайындық керек. Ол жай ғана жүрулерін біліп. Неше түрлі шахматта комбинациялар бар. Вилка деп аталады, екі фигураны бірге ұстайды. Және де жүрген кезде связка деп аталады. Корольмен мысалға бір фигураны ұстап алатындай. Сондай біз мат бір ход, мат екі ход, мат үш ход. Жалпы сондайларды үйрете береміз балаға. Келген кезде оны автоматты түрге жеткізуіміз керек та. Сонда ғана ол әлемдік деңгейдегі жарыстарға бара алады. Мысалы айтатын болсақ, жалпы осы екі баланы солай дайындадық десек болады. Бұл балалар сол дайындаудың арқасында бір 2-3 жыл ғана
2-3 жыл ғана болды, мысалы. Батуми қаласына барып келді осы жақында, Грузиядағы. 18-30 қазанда. Ояқта басқа елдерден келді, 763 адам болды қарсылас. Және де осы Астана қаласын айтып кететін болсақ, әр сенбі сайын осы мектептерде Астана әкімнің кубогы ойналынады. Мектептер арасында ғана, оқушылар арасында ғана ойналады. Және де біздің Ходканем мектебімізде әр ай сайын әртүрлі разрядқа, мысалы 5-ші разряд, 4-ші разряд деп әр сайын алмасып тұрады. Сол разрядтарға балалар ойнайды, жарысқа қатысады. Сол разрядты алып әрі қарай жетіле береді. Одан өткеннен кейін бар, бұл республикалық бірінші орын алып тұрса да, әртүрлі жаңағы өзіңіз айтып отырғандай ходтардың барлығын біліп жетілгеннен кейін барып, ол әлемдік деңгейге бара алады дейсіз ғой, жарыстарға. Және де екіншісі ойлап тұрғаным, оларға қаржылай жағынан көмек керек деп ойлаймын. Мысалға бару үшін бұл балалар Батумиға өз қаражатынан барып келді, бұл балалар емдеулер шығар. Енді болашақта осы 2-ші желтоқсан мен 12-ші желтоқсан арасында бұл балалар, және де тағы да басқа балалар бар бізде. Просто жай айтатын болса, жаңағы балалар, бұларды Сочи қаласында оқушылар арасында жарыс болады, әлем чемпионы ретінде. Соған кетіп бара жатыр. Соған жібермекші ойымыз бар, бірақ оған қаржылай жағынан көмекші керек деп ойлаймыз. Бар олғаны миллион теңгенің айналасында ғана. Түсінікті, жақсы. WhatsApp-тан сұрақ келіп жатыр. Азамат, балалар енді республикалық деңгейдегі бірінші орындарды алып келеді. Әрі қарай кәсіби деңгейде болу үшін тағы да не нәрселерді білу керек? Бірінші, екінші, үшінші деп қысқа ғана айтып өтсеңіз. Білетін болсақ, жалпы бала жарысқа шыққан сайын шыңдалады. Мен сол ойлаймын, бала жарыстарға шыға беру керек бірінші. Екінші, өзінің дайындығынан қалмай жүрсе болды балаға ше. Ұстазы үйретеді оны. Ұстазын қалмай, қасынан мынау қалай жүрсек болады, бұлай жүрсек бола ма деп сұрай берсе, ұстазы өзі де әрі қарай шыңдала береді. Азамат, біздің төменде төсеп қойдық қой еденге. Сол бойында қазір бірдеңе жасасақ, балаларды ойнатсақ, болмаса басқа бір тағы ходтарды көрсетсек. Бола ма мүмкіндік? Болады. Жақсы, ендеше қалай бастаймыз? Көрсететін болсақ, мысалға айтып кеттік, шахматта тақтасында әріптер және сандар бар болады. Осында фигуралар қойып шығамыз. 1 мен 2-ші қатарда ақ түстер тұрады, 7 мен 8-ші қатарда қара түстер тұрады. Енді фигуралар қойып шығатын болсақ, жалпы түсіндіріп кетейін. Ладья екі жағында, екі бұрышында. Екі жағында тұра қойыңызшы. Әлішер, керасын, екі жағында. Ладьялар. Осындай 4 шетте тұрады. Ладьядан кейін 2 ат тұрады. Содан кейін 2 піл. 2 піл. Міне біз ақ түсте тұрғандықтан, бізде тек ферзь бен король ғана қалатын болды. Ферзь ол өз түсін жақсы көреді. Ақ ферзь болса, ол ақ түсте тұрады. Қара ферзь болса, ол сәйкесінше қара түсте тұрады. Және де қалған фигурамыз ол пешкалар мен король болатын. Пешкалар, олар алдыңғы қатарларда тұрады. Жай әскер ретінде атасақ болады. Тізіліп тұрады. Король қасында. Ферзь өз түсін жақсы көретін болғандықтан, король қалған бос торда тұрады. Жалпы сол. Король мен королева бір-бірінің қасында тұрады дейсіз ғой, иә? Әрине. Ардақтағы ағайын, сәлден соң біздер біраз қызықты ақпараттарды талқылайтын боламыз. Қазір жарнаманың уақыты да жақындап қалған сияқты. Міне, біз біраз шахмат жайында біраз қызықты ақпараттарды айтып өттік. Негізі қазақстандық шахматшы Жансая Абдумәлік әлемдегі ең жас гроссмейстер атанған еді. Жансая 2012 жылдың маусым айында Мәскеу және Алушта қалаларында өткен біріншіліктерде жеке рейтингісін 102 пунктте көтеріп, халықаралық гроссмейстер нормаларын орындаған. Біз Жансаяны енді әрине мақтан тұтамыз. Енді бұйыртса, осы жігіттермен де біздің еліміздің осындай ұлдарымен, қыздарымен мақтанатын болайық. Осы шахматта біз әлемдік деңгейге жетейік. Біз қазір енді бокста жоғарғы деңгейде көрсеткіштер көрсетіп жатырмыз ғой. Геннадий Головкин бар, Қанат Ислам деген сияқты көптеген жаңағыдай бауырларымыздың арқасында
Енді бұйыртса осы шахматтан да сондай деңгейге жетейік. Құдай қаласа. Ол үшін еңбек етейік, жұмыс жасайық. Сізге көп рахмет. Сізге рахмет. Алғысымыз шексіз. Сәлден соң крем біреуле тіске басарын әзірлейтін боламыз. Арна қосылы болсын. Бізде аздаған жарнама.